БЖБ мен ТЖБ-дан шаршадық, я? Қуана беріңіз, олар енді болмайды. Неге дейсіз бе? Себебі еліміздің ата заңы жаңарды. Еліміздің бас заңы жаңарды ма? Демек мектептегі оқулықта, жүйеде соған сай түзелуі тиіс. Министр Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, дайын жауаптарды интернеттен сатып алып, өтірік баға қоюдан пайда жоқ. Бізге сатып алынған баға емес, нағыз білім мен адалдық керек. Сондықтан енді балаңыз құр бағаны қумай, заңды біліп өседі. 5-ші сыныптан бастап Конституция негіздері, заң мен тәртіп және жеке қауіпсіздік пәндері міндетті болады. Мақсат мектептен құқығын білетін адал азаматты тәрбиелеп шығару. Жалпы жаңа оқу жылынан бастап білім беру мазмұнына бірқатар жаңа міндетті курстар толықтырылды. Бұл 5-7 сынып оқушылар үшін Конституция негізі пәндері енгізілді. 8-11 сыныпта заң және тәртіп міндетті курсы оқытылатын болады. Сонымен бірге 5-11 сыныптарда жеке қауіпсіздік міндетті курсы енгізілді. Балаңыздың мектептен бастап өз құқығын біліп өскенін дұрыс деп санайсыз ба? Ойыңызды пікірге жаза кетіңіз.